Армысыздар, құрметті қазақ елі, сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Тоқаевты жамандап болдыңыздар ма? Президенттің құлағы әбден шулаған шығар, иә? Сен неге Путинді жақтай бересің, неге оған қарсы сөйлемейсің? Қазақ тілінің жағдайы мүшкіл болып тұрғанда бюджеттің қаржысынан неге қаражатын шашып орыс тілін насихаттайық дейсің? Бұл қай сасқаның? Бізге түк пайдасы жоқ, пайдасынан гөрі зияны көп. ОДКБ, Еуразиялық экономикалық одақ сияқты ұйымдарға неге мүше боласың, неге шығып кетпейсің? Осындай мәселелер жеткілікті негізі. Мұны Тоқаев білмейді, естімейді деп ойлайсыздар ма жалпы? Назарбаевтың қандай жағдайда биліктен кеткен Тоқаев жақсы біледі. Сіздер мені тарихшы ретінде танисыздар. Мен үнемі өткен тарихтан мысалдар келтіре отыра бүгінгі жағдайды түсіндіруге тырысам, яғни елде болып жатқан жағдайды түсіндіруге тырысам. Мұны айтқалы отырған тарих Тоқаевтың кім екенін айтып береді сізге. Яғни Тоқаевтың қандай саясат жүргізіп отырғанын білгіңіз келе ме? Онда мына тарихты асықпай соңына дейін мұқият тыңдағайсыздар. Ұйғыр қағанаты 744-840 жылдар аралығында өмір сүрді. Бар жоғы 100 жылға жетер жетпес өмірі. 3 миллион квадрат метрді алып жатқан үлкен кеңістікке әмірін жүргізді. Халқының саны сонау ежелгі дәуірдің өзінде 7 миллиондай болған еді. Ол кездері Қытайды Тан әулеті басқарып тұрған. Біздің мына түрік қағанатының түбіне жеткен Тан империясы ол кәдімгі Қытайларды басқарып тұрған. Міне осы Тан империясы әлсіреген тұста кеше ғана түріктердің түбіне жеткен ұйғыр қағанаты енді Қытайларға да билік жүргізгісі келеді. Ол қалай дейсіздер ғой? 762-770 жылдары Қытайды ойрандап осы ұйғырлар көтерілісті басып, Қытай елінде көтерілісті басып, Тан императорының өзін дәрменсіз күйге түсіреді, яғни Қытай императорының өзін. Енді ұйғырлар Қытайлармен тең дәрежеде сөйлескені былай тұрсын, тіпті олардың үстінен менсінбей қарайды. Ал Қытай императоры дәрменсіз күйге түседі ұйғырлардың алдында. Ұйғырлар қалағанын алды, Қытай ханшайымдарын әйелдікке алады, Қытайлардың ішкі істеріне араласады. Ойлап қараңыздаршы, Қытайлардың ішкі істеріне араласа бастайды енді. Тіпті жібекке мал айырбастау жүйесін де енгізіп береді мына Қытайға. Қалтыраған Қытай уәзірлері өздеріне қажет емес, мүлде қажеті жоқ жылқыларды ұйғырлардан өзінің нақты бағасының өзінен 2 есе қымбат бағаға сатып алуға мәжбүр болады. Яғни жылқы жеткілікті болса да, қажет емес болса да, Қытайлар ұйғырлардан жылқыны сатып алуға мәжбүр болады. Расында да Қытайлар үшін жылқы соншалықты ол кезде қажет емес еді. Алайда ұйғыр қағанына қарсы сөйлей алмаған император өзінің уәзірлеріне қарсы шығып, яғни сатып алыңдар дейді ұйғырлардан. Қымбат бағаға сатып алады. Сатып алғаны былай тұрсын. Және ол жылқылар Қытайларға қажет емес еді, бірақ мәжбүрлі түрде сатып алады. Алайда бұған император шыдап отырғанымен, оның уәзірлерінің кейбіреуі шыдамайды. Себебі халықты олар көріп отыр ашынғанын, өздеріне тең емес келісімді ұсынып, оны мәжбүрлеп отырғанын түсінді халық. Бірақ билікке қарсы шықты. Уәзірлерінің өзі бір уәзір келіп императорға айтады. Яғни халық халыққа бұндай жылқылардың көп мөлшері керек емес. Біз неге бұндай істеп жатырмыз деп императордың өзіне қарсы шыққан кезде уәзірі. Әлгі император не деп жауап берді дейсіз ғой? Император айтады, Қытайдың императоры. Халық үнемі жылқылардың жоқтығынан зардап шегеді деген жауап береді. Егер маған бұны сенбесеңіздер, оны Қытайдың тарихын ашып қарасаңыздар, дәл осы сөзді айтқанын түсінесіздер. Сондай мүшкіл халге түседі былайша айтқанда Қытайлар. Былайша айтқанда ұйғырлар білгенін істейді Қытай жерінде. Бір кездері ұйғыр әскері алдында Қытай патшаларының тізесі дірілдеп тұрды дегенге сіз қазір сенесіз бе мысалы? Сенбейсіз ғой. Бірақ бұл шынайы тарих, Қытайлардың оқулықтарын ашып қарасаңыз да бұл жазылған тіпті. Енді қараңыздар. Әлгі ұйғырлардың алдында масқара күйге түсіп, ойлап қараңыздар, артында миллиондаған халқы тұрған Қытай императоры тізесі дірілдеп, ұйғырлардың талабына көнген императордың, және ойлап қараңыздар, халқының табан ет маңдай терімен келген, Қытайлардың табан ет маңдай терімен келген ақшасын шашып, ұйғырларды тыныштандырып, олардың жылқыларын қымбатқа сатып алып, былайша айтқанда ұйғырлардың дегеніне көнген императордың бұл әрекеттері уақыт өте келе ұмытылды, алайда мемлекет сақталды. Мемлекет одан әрі өмір сүрді. Ал ұйғыр қағанаты шамал уақыттан кейін жер бетінен жойылды. Яғни шамал уақыттан кейін дегенде 840 жылы өз өмір сүруін тоқтатты. Қаншама халық азап шеккенін кешіруге болмайды. Алайда Қытайлар империясы сақталды да ұйғырлар қағанаты құлады. Бұдан қандай тарихи сабақ алуға болады? Кейде еліңнің амандығы үшін бір қадам артқа шегінуге, тіпті керек болса иілуге тура келетін кездер болады негізінде. Иілген басты қылыш шаппайды деген сөз бар қазақта. Қазір бізге Еуразиялық экономикалық одақ та,
ОДКБ де тиімсіз екенін жалғыз мен емес сіз де жақсы біліп отырсыз. Шындап келгенде бұлардың пайдасынан гөрі зияны көбірек бізге. Шындық бұл. Өзі 20 миллионға жетер-жетпес халықтың арасында қазақ тілінің жағдайы оңбай, мүшкіл халде тұрғанда бюджеттен қаражат шығарып орыс тілін насихаттайық деген тіпті ақылға қонбайды. Иә, мойындау керек бұларды. Алайда мұндай нәрселер еліміздің амандығын, халқымыздың қырғыннан сақтап қалудың қасында түк те емес. Шындап келгенде 300 жыл бойы ойлап қараңыздаршы, біздің ата-бабаларымыз 300 жыл бойы осынау тәуелсіздік үшін күресті емес пе? Исатай, Махамбет, Кенесары ханымыз басы өзге елде, денесі басқа елде, тіпті қазір басы қайда, денесі қайда екенін де білмейміз. Қаншама хандарымыз ит жеккенге жер аударылып кетті. Қаншама боздақтарымыз қырылды, репрессияның кезінде қырылды. Большевиктер келіп қырды, Ресей империясының кезінде қаншамасы қырылды. Ашаршылық кезінде мыңдаған, миллиондаған халқымыз қырылды. Мыңдаған қазақтың сүйегі ен даламызда шашылып қалды. Тіпті жерленбей қалды қаншама халқымыздың сүйегі. Қаншама ұлтымыздың қаймақтарын қынадай қырып репрессияға салып атып тастады. Бірақ сондай бабаларымыз негізінде осындай тәуелсіздікті аңсады. Иә, тәуелсіздікті аңсады олар. Біз бұндай тәуелсіздікті 300 жыл бойы аңсадық. Алайда сол тәуелсіздікке енді жеткен кезде бұндай тәуелсіздіктен осындай нәрселерге бола айырылып қалмауымыз керек сияқты менің ойымша. Өйткені миллиондаған халқымызды бораған оқтың астына айдап салғаннан гөрі тып-тыныш қана сенікі дұрыс деп арқасынан қағып қойғанда дұрыс сияқты. Басқаға ми жеткен Тоқаевтың мұндайға ми жетпейді деп ойламаймын мен. Өзіне халық наразы болатынын біліп отыр Тоқаев, бірақ амалсыздан сондай нәрселерді жасап отыр. Құрметті халайық, мен сіздерге жауынгер халық пен қытайлардың ұстамды саясат жүргізген мысалын келтірдім тарихтан. Ал енді осы қытайлардың арасында жиі айтылатын мынадай бір даналық сөзді келтіргенді жөн көрдім. Қытайлардың арасында мынадай сөз бар, даналық сөз. Қатты затқа қарағанда дейді, жұмсақ иілгіш заттың ғұмыры ұзағырақ болады дейді. Не айтқым келгенін түсінген боларсыздар. Дұрыс айтсам дұрыс айттыңыз деңдер, дұрыс емес десеңіздер, оны да комментарийге пікірлеріңізді жазып қалдырыңыздар.